Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, сіздермен доктор Алмат. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз ерекше болмақ, яғни біздің қоғамымызға зиянын келтіріп жүрген зиянды әдеттердің бірі насыбай туралы айтып өтетін боламын. Және де кейбір адамдардың астыңғы ерні насыбай салатын суырма секілді. Және де олар насыбай атқанда автомат құсап атады. Бұл дегеніміз сұмдық. Және бүгінгі тақырыпта мен осы насыбайдың зиянын, қандай аурулар шақырады, қандай дәрігерге қарауымыз керек, қалай әсер етеді, сол жайлы қысқа нұсқа айтып өтетін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, насыбайшық достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Жалпы бұл насыбай нас деген сөзден шыққан, яғни нас деген шөптен жасалынған алғашында. Қазіргі уақытта бұл шөптің ешқандай қатысы жоқ болған. Және де бүкіл әлем бойынша ол Орта Азия халықтары насыбайды көп тұтынатын елдер қатарына кіреді. Не себепті олай көп тұтынады десеңіз, себебі бұның насыбайдың бағасы арзан және доступный магазиндерде, көп магазиндерден табуымызға болады. Және де беспалевно атып жүре беруге болады. Сол себепті бұл насыбайға көп адам үйреншіктейді. Ал енді насыбайдың құрамына келетін болсақ, бұл жерде махорка және табақтан болады. Осының салдарынан адамда тәуелділік пайда болады. Сонымен қоса сөндірілген әк, эфир майлары және де түйенің немесе тауықтың нәжісі болады. Және де әртүрлі специялар немесе марихуана гашишінің кішкене бөліктері қосылады. Бұл насыбайдың арнайы бір рецепті жоқ, тұрақты бір құрамы жоқ. Ол әр қалаларда, әр мемлекетте өзінің арнайы фантазиясына байланысты құрамын өзгертіп отырады. Сол себепті бөлініп жатады. Жаңа өзбекский насыбай немесе абайский насыбай деп насыбайшылардың айтатын сөздері де бар. Насыбай адам ағзасына қалай әсер етеді және де не үшін тәуелділік шақырады десеңіздер, ең бірінші насыбайды алып тілдің астына немесе ерінің астына қойған кезде ол жерде слизистый оболочкада капиллярға бай. Сол себепті 2-3 минуттың ішінде дереу миымызға әсер етеді. Яғни бұл уақытта сізде допамин бөлінеді. Допамин бұл эйфория, яғни кайф шақыратын гормон болып табылады. Соның салдарынан сізде рахаттану сезімі, расслабление, спокойствие сияқты ощущениялар болады. Және де бұл ощущениені сіз қайтадан қайталағыңыз келіп тұрады. Сол себепті сізде уже тәуелділік басталатын болады. Бұл тәуелділік игромандарда немесе наркомандарда, алкоголиктерде осындай ощущение болады оларда да допамин салдарынан. Ал енді насыбайдың негізгі зиянына келетін болсақ, ең бірінші ол көп дәрігерлер айтатын онкология алып келеді. Яғни ауыз қуысының рагы 80% жағдайда ол ауыз қуысының еріндердің, кеңірдектің және жұтқыншақтың рагын алып келеді. Бұл 80% жағдайда. Және де онымен қоса сізде гастрит, гепатит немесе язва, асқазан жарасы сияқты ауруларға алып келуі мүмкін. Онымен қоса тістерімізді зақымдайды, яғни пародонтоз сияқты, сонымен қоса тістің қараю сияқты ауруларға алып келеді. Бұның ішінде ең қорқыныштысы бізге яғни емделмейтіні ол онкология. Сол себепті бұндай онкологияға бармас, жеткізбес үшін насыбайды дереу қойғанымыз абзал. Насыбай жасалу кезінде арнайы бұл фермаларда жасалмайды. Бұл үй жағдайларында жасалынады көбіне. Сол себепті ол жерде антисанитария дұрыс қалыптаспаған. Соның салдарынан сізде әртүрлі осы насыбайды аузыңызға салған кезде сізде ол жерде әртүрлі құрттар болуы мүмкін. Сол себепті шек құрттары сияқты және де әртүрлі паразиттар мен немесе басқа да ауруларға шалдығып қалу қаупі өте жоғары. Егер сіз насыбайды қоя алмай жүрсеңіз, орнына арнайы дәрігерлердің консультациясына жазылу керек. Мысалы үшін нарколог, психолог, психиатр деген сияқты дәрігерлердің консультациясына жазылып қоюымызға болады. Егер сіз ол нарколог, психиатрға барғыңыз келмесе, онда өзара психологиялық түрде өзіңізді дайындауыңыз қажет. Яғни бүгін күніне сіз 10 рет насыбай айтатын болсаңыз, оны сіз қысқартуыңыз керек. Бүгін 8 рет атыңыз, келесі күні 8 атыңыз, оның арғы күні 7 атыңыз, 6 атыңыз, солай қысқартып тоқтатуымызға болады. Және сіз өзіңіз сезіңіз, алғашқы бір апта насыбай атпасаңыз, вообще мүлдем бір апта атпасаңыз, кейінгі уақыттарда бір аптадан кейін сізде насыбайға деген бір қатты бір желанияның азайғанын байқайтын боласыз. Осылайша қойып кетуіңізге болады. Немесе насыбайды 100% қоюдың жолы, сіз насыбайды арнайы сізде ауыз қуысында серьезный ауру туындағанға дейін ату. Егер сізде осындай серьезный ауру туындайтын болса, онда сіз 100% қойып кетесіз. Себебі өз қорыққандығыңыздан. Сол себепті бұндай ауруға жеткізбеу үшін дәл осы уақытта, дәл осы минутта қойып кетіңіз насыбайды. Және де бұнымен қоса біздің шариғатымызда рұқсат етпейді. Себебі адам ағзасы үшін ол зиян. Және де құрметті тыңдарман, осы рахаттану гормоны допамин сіз тек қана насыбай атып немесе темекі шегіп или ойын ойнап наркоман болып қана емес, басқа жолмен де алуымызға болады. Ол үшін арнайы сүйікті ісіңізбен айналысыңыз, мысалы хобби тауып алыңыз, табиғатта серуендеңіз, шомылыңыз, охотаға шығыңыз деген сияқты.
немесе арнайы бір сүйікті ісіңізбен айналысып, соның достижениесіне жеткен кезде сізде допамин гормоны сөзсіз өндіріледі. Сол арқылы сіз арнайы азартына кіріп, сол еңбек арқылы үлкен жетістіктерге жетуіңізге де болады.